Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Математика сабағын жалғастырамыз. 164-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы тізбектер. Табиғатты болашақ ұрпақ үшін сақтаймыз. 125-ші бет. Бүгінгі сабаққа негізделген оқу мақсаты. Заңдылықты немесе ережені өзі таңдап, сандар тобы тізбектерін құру. Дескрипторы есептерді талдап шығара алады, математикалық құралдар мен аспаптарды қолдана алады. Ең алдымен оқушылар, мына ережені естеріңді сақтаңдар. Математикалық заңдылық дегеніміз. Бұл белгілі бір ереже бойынша сандық, пішіндік, немесе басқа да элементтер қатарында қайталау болады, немесе элементтердің не олардың қасиеттерінің сол ережеге сәйкес өзгеруі орын алады. Оқушылар, біз өткен сабақта сандар тізбегін құру алгоритмімен танысқан едік. Мен сендерге тағы да естеріңе сала кетейін. Біріншіден, сандар тізбегіндегі элементтер қандай ереже бойынша орналасатынын ойластырамыз. Екіншіден, заңдылықтар түрін арту, кему, қосарланған тізбек және тағы басқа анықтап аламыз. Үшіншіден, сандар тізбегін элементтерін құрамыз. Төртіншіден, таңдап алған ереже сақталғандығына көз жеткізгеннен кейін тізбектің келесі элементтерін жалғастырамыз. Оқушылар, ережелерді есте сақтай отырып, тапсырмалар орындайық. Екінші тапсырмаға назар аударамыз. Қосарланған тізбектер. Заңдылықты анықтап, тізбекті жалғастыр, оның кем дегенде 4 элементін ата. Бұл сандардың қосарланған тізбегі, онда сандардың тізбегі біріктірілген. Олардың әрқайсының өз заңдылығы бар. Ал оқушылар кем дегенде 4 элементін атап жалғастырайық. Жұмыстарыңа сәттілік. Оқушылар, орындап болған болсаңдар, тексіріп көрейік. 4 элементі 11, 5, 13 және 4 сандары. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Есептерді шығар. 20 жұп аяқ киім әзірлеуге 72 квадрат дециметр былғары қажет болды. Осындай 1000 жұп аяқ киім әзірлеу үшін қанша былғары қажет? Шешуін шешіп, жауабын өз беттерінше шығарып көреміз. Ал оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік. Оқушылар, үшінші тапсырманы орындап болған болсаңдар, орындаған жұмыстарымызды тексіріп көрейік. 20 жұп аяқ киім әзірлеуге 72 квадрат дециметр былғары қажет болды. Осындай 1000 жұп аяқ киім әзірлеу үшін қанша былғары қажет? Ең алдымен 20 жұп аяқ киімге жұмсалатын былғарыны өлшеу бірлігін квадрат дециметрден квадрат сантиметрге өрнектеп аламыз. 72 квадрат дециметрімізді өрнектеп алсақ, 7200 квадрат сантиметр болады.
Біз енді бір жұп аяқ киімге жұмсалатын шығынды есептеп аламыз. Ол үшін біз 7200-ді 20-ға бөліп жібереміз. 360 квадрат сантиметр болады. Енді бізге 1000 жұп аяқ киімге жұмсалатын шығынды есептеп алу қажет. Онда біз 360-ға 1000-ды көбейтеміз. Сонда 360.000 квадрат сантиметр болады. 360.000 квадрат сантиметрді квадрат дециметрге өрнектеп аламыз. Сонда 3600 квадрат дециметр болады. Жауабы осындай 1000 жұп аяқ киім әзірлеу үшін 3600 квадрат дециметр былғары қажет екен. 6-шы тапсырмаға назар аударамыз. Есепті шығар. Оқушылар ағаш отырғызды. Оның биіктігі 72 сантиметр. Bir жылдан кейін ағаш 80 сантиметрге, 2 жылдан кейін 88 сантиметрге, 3 жылдан кейін 96 сантиметрге дейін өсті. Егер ағаштың өсу заңдылығы өзгермейтін болса, 9 жылдан кейін ағаштың биіктігі сантиметрмен қандай болады? Ал оқушылар өз беттеріңше орындап көріңдер. Алтыншы тапсырманы орындаған болсаңдар, орындаған жұмыстарыңды тексеріп көру үшін шешуіне назар аударамыз. Біз ең алдымен жыл сайын неше сантиметр ағаш өсіп тұрғандығын білу үшін, бір жылдан кейінгі ағаштың биіктігі 80 сантиметрге өсті, сонда ағаштың алғашқы бір жыл бұрынғы биіктігі 72 сантиметр еді. Бір жылда неше сантиметр өскендігін білу үшін 80-нен 72-ні азайтып аламыз. Сонда 8 сантиметр өскен. Ал екінші және үшінші жылда неше сантиметрге өскендігін білу үшін тура осылай етіп есептерді шығару жолдарын орындаймыз. 88-ден азайтамыз 80-ді 8 сантиметр, 96-дан азайтамыз 88-ді 8 сантиметр. Ендіше барлық уақытта 8 сантиметр өсіп отырған. 9 жылдан кейін қанша сантиметрге өскендігін білу үшін жыл сайын өсіп отырған 8 сантиметрге 9 жылды көбейтіп жібереміз. Сонда мәні 72 сантиметрге тең. 72-ге 72-ні қосамыз 144 сантиметр. Жауабы болады 9 жылдан кейін ағаштың биіктігі 144 сантиметр биіктікті өскен. Сен зерттеушісің. 9-шы тапсырмаға назар аударайық. Боялған фигураның ауданы тік төртбұрыш ауданының қандай бөлігін құрайды? Ал ойланып көріңдер балалар, тауып көріңдер жауабын. Өздеріңнің айтқан жауаптарыңның дұрыс-бұрыстығын тексеріп көреміз. Тік төртбұрыш 6 шаршыдан тұрады. 2 шаршы толығымен боялған, ал 4 шаршы
жартылай боялған. Екі жарты жұп шаршының ауданы бір шаршының ауданына тең. Ендеше фигураның боялған бөлігінің ауданы тік төртбұрыштың ауданының 6-дан 4 бөлігін құрайды. Бүгінгі өткен математика сабағына кері байланыс жасаймыз. Оқушылар, бүгінгі сабақта не үйрендіңдер? Бүгінгі сабақта қандай қиындықтар болды? Және бүгінгі сабақта қандай әсер алдыңдар? Ал кері байланыс жасаймыз. Бүгінгі біздің осымен математика сабағы аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.